Қазақстанда нашақорлыққа байланысты қылмыстар үшін жаза күшейтілді. 25 жылғы наурызда не өзгерді? Сәлем достар, сізбен бірге адвокат Таир Насхан. Бүгін біз Қазақстанда 25 жылдың наурыз айында күшіне енген маңызды заң өзгерістерін қарастырамыз. Нашақорлыққа байланысты қылмыстар үшін жауапкершілік қалай күшейтілді? Енді есірткі сақтаған үшін қандай жаза қолданылады? Жас өспірімдерге не күтіп тұр? Толық түсіндіреміз. Жаза не үшін күшейтілді? Жаңа қатаң шаралар мына себептерге байланысты енгізілді. Синтетикалық есірткілердің таралуын артуы, жас өспірімдердің есірткі саудасына тартылуы, есірткіден улану мен өлім жағдайларының көбеюі. 25 жылдан 1 наурыздан бастап қылмыстық кодексіне түзетулер күшіне енді. Есірткі сақтау енді қылмыс. Бұрын мөлшері аз есірткіні, мысалы 1 граммға дейін каннабис, сақтау тек айыппұлмен немесе бас бостандығын шектеумен жазаланады. Ал қазір аз мөлшердегі есірткіні сақтау да 3 жылға дейін бас бостандығынан айырумен жазаланады. Қылмыстық кодекстің 296 баптың жаңа редакциясы. Егер есірткі мектеп немесе оқу орны маңында, қоғамдық жерде, кәмелетке толмағандардың көзінше табылса, бұл ауырлататын жағдай ретінде қаралады. Жас өспірімдерге қатысты не өзгерді? Бұрын жас өспірімдерге көбіне шартты жаза немесе тәрбиелік шаралар қолданылатын. Ал қазір егер жас өспірім есірткі таратуымен айналысса, ол 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылу мүмкін. Міндетті емдеу және қатаң бақылау енгізілді. Жазадан бөлек реабилитациялық бағдарламалар қарастырылған, бірақ жаза нақты. Тағы қандай шаралар енгізілді? Есірткі таратқандар үшін ең аз жаза 10 жылға ұлғайтылды. Жас өспірімдерге есірткі бизнесіне тартқандарға ауыр жаза. Интернет арқылы таратуды немесе жарнамалауды ауырлататын факторы деп есептейді. Есірткіден түскен мүлікті тәркілеу жеңілдетілді. Қорытынды. Не білу керек? Есірткіні аз мөлшерде сақтау да қылмыс. Жас өспірімдер де қатаң жазаланады. Қайталау, тарату, жарнама аса ауыр қылмыс. Сот тәжірибесі өзгерді, ақтау жағдайлары азайды. Егер сіз ата-ана, заңгер немесе жай ғана бейжай емес азамат болсаңыз, бұл ақпарат сіз үшін. Бейнероликті бөлісіңіз, пікір қалдырыңыз және арнаға жазылыңыз. Сау болыңыздар, сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды.